Bizde анализ таңдау сабағы, бізге эмпатсат және біздің Excel'іміз керек болады. Эмпатсатқа кіру арқылы бізде менюға кіреміз, соның ішінде Валберске кіреміз, Валберстің ішінде категория. Сіз ең алғаш қандай товар сататыныңызды, қандай категорияға кіретініңізді алдын ала біліп алуыңыз керек. Категорияға кірдік, сіз нені жақсы көресіз? Мысалы, домды жақсы көресіз, домға кірейік. Домның ішіндегі кухня, кухняның ішіндегі мысалға сковородка және кастрөлге кірсек. Біз кірдік, және 30 күндік емес, бізге 3 айлықты көреміз, 3 айды белгілеп аламыз. Астыға қарай түсеміз. Қандай товарлар сатып жатқанын көріп алайық. Мысалы, қазіргі уақытта мынандай қазандар сатылып жатыр екен. Астында бізде экспорт деген жазу шығып тұр. Осыны все колонкасын скачать етеміз. Все колонканы скачать етілді. Енді бізге тренд деген керек болады. Раздел все показать деп барлығын көріп аламыз. Барлығын ашып алдық. Астыға қарай түсеміз. Экспорт деген бар. Соның ішіндегі бірінші скачать дегенді басып, өзімізге жүктеп аламыз. Excel'дар бізде қазір жүктеліп жатыр. Excel'дар жүктеліп болды. Енді біз Excel'ымызды ашамыз. Бізде екі Excel дайын болды. Бізге бірінші товары деген раздел жүктелген Excel'ымыз керек болады. Екінші разделден біз A-W-ға дейінгі аралықты белгілеп аламыз. Белгілеу үшін shift басып, Ctrl төменге қараған стрелка арқылы барлығын белгілеп аламыз. Барлығы белгіленді. Біз енді Ctrl S пен барлығын көшіріп аламыз. Толық көшірілді. Біз өзімізді анализ Excel'ымызға келіп, категорияға келіп, мышканың оң жақ бетін басып, Bestavit'тің 1, 2, 3 деген разделімен барлық қатарды түсіріп аламыз. Бізде барлығы толыққанды түсті. Ендігі бізді тренд деген Excel керек болады. Тренд Excel'ымызға кірдік. Екіден бастап К-ға дейінгі аралықты Ctrl, Shift, төменге қараған стрелка арқылы барлығын белгілеп аламыз. Бізде толық барлығы белгіленді. Ctrl S пен барлығын көшіріп аламыз. Қайтадан өзіміздің Excel'ға келіп, астыңғы жақта сары кнопкада трендке мышканың оң жақ бөлігін басып, 1, 2, 3 деген Bestavit'ті басамыз. Бізде барлығы өз қатарымен түсті. Бізде одан кейінгі Seller деген тұр. Осыған кіріп, обновить жасаймыз. Бізде көрініп тұрған барлық продавецтердің аты жөні және қанша рубль жасап жатқаны туралы анық ақпараттар шығып тұр. Расчетқа кіріп, бізде минус бар ма жоққа бір тексеріп аламыз. Және де біздің Excel'ымызда анализ нишада шықты. Осыны толық белгілеп алып, астыңғы бөлікке Bestavit'ті басу арқылы мышканың оң жақ бөлігін басып, 1, 2, 3 пен түсіріп аламыз. Және де бізде бұл нишада қызарып шығып тұр. Біз бұл нишаға кіре алмаймыз. Бізге толық қандық барлығы жасыл болғанға дейін өзіміздің нишамызды іздейміз.